Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта сіздермен бірге бауырлық клеткалық жетіспеушілік тақырыбын талқылайтын боламыз. Достар, видео басылмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Бауырлық клеткалық жетіспеушілік дегеніміз бауырдың бір немесе көптеген қызметтерінің бұзылуының нәтижесінде дамиды. Екі түрі бар: жедел бауыр жеткіліксіздігі, созылмалы бауыр жеткіліксіздігі деген түрлері бар. Бауырлық клеткалық жетіспеушілік ол бүткіл бауыр ауруларының нәтижесі. Ең соңында бауырлық жетіспеушілікке әкеліп соғады. Мысалы оған бауыр циррозы, гепатит, майлодистрофия, тағы да басқа аурулардың бәрі осы бауырлық клеткалық жетіспеушілікке әкеліп соғады екен. Жедел бауыр жеткіліксіздігі дегеніміз бұл синдром гепатоциттердің массивті некрозы әсерінен болады. Этиологиясы: токсикалық вирусты гепатиттер, жедел бауырлық гепатоз, рея синдромы, бауыр абсцесі, іріңді холангиттер. Жалпы токсикалық гепатит дегеніміз дәріні орынсыз қолданғаннан дамиды. Сол үшін дәріні, антибиотиктерді біз жақсылап тағайындауымыз керек. Осы кезде біз дұрыстап тағайындамасақ, жедел бауыр жетіспеушілігі болады екен. Массивті некроз: өте көп некроз болған кезде ағзаға шок болады. Өйткені бауырдың қызметі өте көп, басында айтқандай. Қан ұю жүйесіне қатысады, гемостазға қатысады, гомеостазға қатысады. Барлық жүйені осы бауыр қорғап тұр. Жалпы бізде компенсация деген ұғым бар. Бауыр ауруларында бізде компенсацияны өзіне алатын орган жоқ. Сол үшін біз осы жедел бауыр жетіспеушілігіне әкелмеуіміз керек, дұрыстап емдеуіміз керек екен достар. Созылмалы бауыр жетіспеушілігі жедел бауыр жетіспеушілігінен айырмашылығы только уақытында бауырдың созылмалы ауруларына дамиды. Мысалы, этиологиясы: гепатит, цирроз. Олар тек массивті болмайды, бұл жерде аз ғана гепатоциттерінің некрозы дамиды. Яғни ұзақ уақыт бойы ғана аз-аздан некрозға ишемияға ұшырап отырады екен. Сондықтан созылмалы бауыр жетіспеушілігі деп айтады екенбіз. Екі түрі бар: гепатодепрессивті синдром, бұл дегеніміз аз. Екіншісі гепатаргия, большая печеночная недостаточность деген осындай екі түрі бар достар. Негізгі клиникалық синдромдар: бізде ас қорытылу бұзылыс синдромы дамиды. Адамда аппетит бұзылысы, құсу, жүрек айну, арықтау, анемия дамиды. Өйткені бізде бауыр өт өндіреді. Өт осы кезде созылмалы жедел ауруларда өт дұрыс өндірілмейді. Осы кезде май алмасуы бұзылып кетеді екен. Екіншісі бізде көмірсу алмасуы бұзылып кетеді. Адамда аппетит бұзылысы, құсу, жүрек айну, арықтау, анемия болады. Түсінікті ғой достар. Лихорадка синдромы болады. Науқаста 38-40 градусқа дейін көтеріліп, декацитарлы формула солға жылжиды екен. Бұл синдром гепатоциттер некрозынан және токсикалық заттардың қанға түсуінен дамиды. Осындай теория бар, бірақ әлі нақты белгісіз. Этиологиясы нақты әлі белгісіз. Эндокриндік бұзылыс синдромы: либидо, бездер атрофиясы дамиды. Бедеулік, гинекомастия, сүт бездерінің атрофиясы, менструальды цикл бұзылысы. Екіншілік, қанты диабет дамуы мүмкін. Себебі бізде бауырда холестерин өндіріледі. Яғни холестерин синтезделеді екен. Біздегі холестерин синтезін бауыр реттегендіктен холестерин деңгейі цирроз кезінде, бауыр жетіспеушілік кезінде деңгейі төмендейді. Ал осы кезде ағзада әйел адамдарда эстроген гормоны төмендейді. Ал еркектерде тестостерон гормоны төмендейді. Либидо, бездер атрофиясы дамиды. Екіншілік, қант диабеті не үшін дамиды? Ол көмірсу алмасуын. Бізде гликоген қоры төмендегендіктен бізде гликогенді қорға жинай алмайды. Инсулин бүткіл көп глюкозаны тіндерге кіргізе алмай қалады. Осы кезде екіншілік, қанты диабет дамиды. Сарғаю синдромы дамиды. Билирубин деңгейі, билирубин алмасуы бұзылғандықтан гемодинамика бұзылыс синдромы дамиды. Гистамин тәрізді заттар жиналып, қан тамырларының вазодилатациясына әкеледі. Осы кезде қан қысымы төмендеп кетуі мүмкін. Екіншісі, альбумин деңгейі төмендеп, науқаста астит дамиды. Астит дегеніміз науқастың іші үлкен болып кетеді, су жиналып кетеді. Өйткені альбумин бізде
онкотикалық қысымды ұстап тұрады. Альбумин деңгейі төмендегендіктен онкотикалық қысым деңгейі төмендейді да судың бәрі ішке жиналып кетеді. Спецификалық бауырлық ес метил меркаптан жиналғанда дамиды. Бұл зат метиониннен түзіледі. Бізде бауырда метионин деген зат бар. Осы бауыр ауруларында осы метиониннің алмасуы бұзылады да спецификалық бауырлық ес дамиды екен науқаста. Бауырлық белгілер телеангиектаздар, пальмарная эритема дамиды. Өйткені бізде К витамині мен қан ұюға қарсы жүйенің деңгейі түсіп кетеді. Осы кезде осы синдромдар дамиды екен. Телеангиектаздар дегеніміз жаңа кішкентай тамырлардың қып-қызыл болып несі кетуі, ұлғайып кетуінен болады. Ал пальмарная эритема ол уже қанның жаңағы біздегі К витамин деңгейі түсіп кеткендіктен бізде қан ұю жүйесі бұзылады, осы кезде дамиды. Геморрагиялық диатез синдромы қан ұю факторларының деңгейінің төмендеуінен ДВС синдромы дамиды. Науқастың мұрнынан көп қан кетеді, шырышты қабатындарда петехия, экхимоздар дамиды. ДВС синдром дегеніміз ол біздегі осы қан ұю факторларының деңгейі бірден төмендейді да, осы кезде бүкіл қан сұйылып кетеді. Екінші этапта қан ұю факторларының деңгейі өте жоғарылап кетеді. Осы кезде науқаста ДВС синдромы дамиды. Бұл синдром өте қауіпті синдром. Анализдер. Бауыр жетіспеушілік кезінде қандай анализге мән береміз? Альбумин деңгейі төмендейді. Өте маңызды көрсеткіш. Өйткені альбумин деңгейі төмендегендіктен науқаста астит дамып кетеді. Қан ұю факторлар деңгейі төмендейді. Осыларды қараймыз. К витаминінің деңгейін тоже қарайды екенбіз. Холестерин төмендейді, өйткені бауырда холестерин синтезі жүреді екен. Билирубин жоғарылайды, науқаста сарғаю синдромы дамиды. Ацеталды фенол аммиак жоғарылайды. Осы кезде біз басқа сарғаюлардан паренхималық сарғаюды ажыратып алуымыз керек. Паренхималық сарғаю кезінде ацеты мен алты и билирубиннің барлық фракциялары жоғарылайды екен. Бізде аммиак неге жоғарылайды? Себебі біздегі орнитиндік цикл осы біздегі аммиак дегеніміз ол біздегі белок синтезінің ең соңғы өнімі. Ал аммиак орнитиндік цикл арқылы түзіледі екен. Ал орнитиндік цикл бауырда жүреді. Сол үшін аммиак деңгейі жоғарылап кетеді. Ацеты мен алты деңгейі не үшін жоғарылайды? Ол бізде бауыр аурулары болғанда спецификалық белгілер. Бауыр зақымдалғанда ацеты мен алты деңгейі бірден жоғарылайды. Бұл биохимиялық анализде көреді екенбіз. Бауырлық энцефалопатия, гепатит церебральды синдром, нервті психикалық бұзылыс, интеллект, сознание, рефлекторлы функциялар және өмірлік маңызды органдардың функцияларының төмендеуі. Осыны біз бауырлық энцефалопатия деп атаймыз. Жедел және созылмалы түрі бар. Бауыр жеткіліксіздігі болғанда ол миға, нерв жүйесіне әсер етпей қоймайды. Өйткені бауыр бізде бүткіл соңғы өнімдерді шығаратын, ағзаны тазартатын негізгі ағза, негізгі орган болып есептелінеді. Ал бауыр аурулары кезінде ол соңғы өнімдердің бәрі сыртқа шығамай ағзаға жинала береді да нерв жүйесіне әсер етеді екен. 4 стадиясы бар. Бірінші стадия продромальды. Психиканың бастапқы бұзылыстары дамып бастайды. Ойлану, қимыл қозғалысы, ұйқы бұзылады, жасағу көбейді, фокус төмендейді, науқастың памяті төмендеп бастайды. Алғашқы симптомы дисграфия. Дисграфия дегеніміз науқас дұрыстап жаза алмайды. Осы кезде науқас жазғанда қатені көп жіберетін болады. Сосын дұрыстап жаза алмайтын болады. Екінші стадия басталған кома. Бұл стадияда бірінші стадиядағы симптомдардың бәрі ауырлап бастайды. Судороги және психомоторлық бұзылыстар дамиды. Астериксис, температура көтеріледі, ауыздан бауырлық иіс шығады. Астериксис дегеніміз қолдың дірілдеуі болып бастайды. Үшінші стадия дегеніміз ступор. Науқастар ұзақ ұйқыда болады, кейде ғана оянады. Неврологиялық статуста мускулатура ригидтілігі, маска тәрізді бет, дисартрия, гиперрефлексия, клоунус сияқты симптомдармен көрініс береді екен. Ал төртінші стадия кома. Бұл өзі терминальды стадия. Ақыл есі мүлде өшеді. Бұл саты терминальды науқас қайтыс болып кетуі мүмкін. Патологиялық рефлекстер дамып бастайды. Артериалды қан қысымы төмендейді. Кусмауль тынысы мен Чейн-Стокс тынысы пайда болады. Бұл тыныстарды өкпе патофизиологиясының тақырыбында талдайтын боламыз. Бауырлық команың жалпы енді бұл энцефалопатия. Көрдіңіздер ғой, оның ең соңғы
терминалды стадиясы бауырлық кома деп аталынады. Жалпы 4 түрі бар. Эндогенді шынайы, бұл бауыр ауруларында кезінде болады. Экзогенді шунтовая, портоковальды анастомоздар әсерінен. Портоковальды анастомоздар олар уже компенсациялық механизмдер болып саналады. Мысалы, бізде осы анастомоздар қосылған кезде бүткіл қан үлкен кровотокқа шығып кетеді. Негізінен біздегі бүткіл қан вена порта арқылы бауырдан, одан кейін бауырлық вена арқылы, сосын барып жүрекке, сосын барып үлкен қан айналымы шеңберіне түсу керек болатын. Ал осы портоковальды анастомоздардан уже аммиак, фенол, барлық ішіндегі билирубин, бүкіл жаңағы соңғы өнімдердің бәрі жиналып қалған қан осы портоковальды анастомоздар арқылы өтіп кетеді. Осы кезде миға әсер етеді да адамда экзогенді шунтовая бауырлық кома дамиды екен. Аралас дегеніміз ол эндогенді экзогендінің екеуі қосылған кезде болады. Ал электролитті бауырлық кома дегеніміз ол гипокалемия, алкалоз әсерінен болады. Бауыр аурулары кезінде карий деңгейі өте түсіп кетеді да, осы кезде не істейді? Алкалоз дамиды, ол тоже осы комаға алып келе алады екен. Мынандай симптоммен көрініс береді. Ритм диатла деп аталынады, жүрекке әсер етеді. Өйткені карий арқылы біз жүрек демалады, осы кезде ритм диатла пайда болады. И солай бауырлық команың алғашқы симптомдары осы. Достар, бауыр жеткіліксіздігі кезінде осындай негізгі синдромдар мен негізгі энцефалопатиялар болады. Осылардың бәрін талдадық. Сіздерге жеңіл тілде түсіндірдім деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.